Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер 1 минут 1 бап айдары бойынша Алма Оразбаева мектебіне келіп жеттік. Жаңа конституциямыз бойынша мектеп ұстаздары қаншалықты білетінін бірге білетін боламыз. Қайырлы күн. Жаңа конституциямыздың жобасындағы бірінші бап туралы өз ойыңызды айта кетсеңіз. Қайырлы күн. Енді бірінші баптағы айтылған мәселе өте маңызды деп есептеймін. Себебі бұнда адам мемлекеттің ең қымбат қазынасы деп айтылған. Мен өзі осы қызмет барысында қызметкерлермен және оқушылармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Әрбір қызметкердің және білім алушының өзінің арманы, ойы, пікірі, болашаққа жоспары бар. Сондықтан алдағы уақытта әрбір осы қызметкердің және оқушының осы болашағына конституциямыз, соның ішінде жаңа осы айтып өткен бірінші бап кепілдік береді деп мен сеніммен айта аламын. Ойыңызға рахмет.